Баршаңа сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін что-то влог түсіргім келіп кетті. Ендеше бүгінгі күнді менімен бірге өткізіңіздер. Бүгінгі образ осындай. Сендерге шашымды көрсетейін дегем. Күшті бюро болып тұр ғой. Бюроның тұрғаны уже 3-ші күн. Әлі кеткен жоқ. Важный бір күнге бюроға алсаң, бұндай болмас еді. Просто так бюроға салғаным уже 3-ші күн тұрғанына. Мен сендерге қайыққа ұртқанды айтпаппын. Мектепке арналған оқу құралдар, киімдер, сондай алуға барамыз. Біз қазір ғана мына жерден шықтық, күшті бір видео түсірдік инстаграмға. Если что көргілеріңіз келсе, менің инстаграмым осындай. Кіріп қарап кетіңіздер. Менікінен де қарауларыңа болады, мен де саламын. Тоже инстаграмым не. Тимсин, откройся. Жанбар. Көкораз қанша? 200 ма, 250 ма? Жаңбырлап көкөріп жеп жатыр. Мен қазір үйдемін. Үйге келдік. Мен басым ауырып тұр. Тамағым ештеңе болған жоқ енді. Бүгін ұнайтын ешнәрсе таппадық. Таңертең кетіп сағат 6-да келдік. Қазір сағат 7. Біз ештеңе таппадық. Кеше тоже шыққан болатынбыз. Кеше таптым киімдер, мектепке арналған. Оны бірақ сіздер Back to School видеосында көресіздер. Оны пока көрсетпеймін. Мынаның срогы 17 күннен кейін бітеді екен. Деп ашылмай қалғаныма. Көп тұрады ма? Иә. Қазір ғана ваннадан шықтым, басым прям қатты ауырып баратыр. Так что кішкене демала тұрам шығар. Никогда сулы шашпен ұйықтамаңдар. Сәлем барлықтарына, қайырлы таң. Бүгін келесі күн. Кеше басым ауырып тұр деп ұйықтап қалғам. Влогты бүгін ертең тағы да жалғастырамын. Себебі кешегі материалдар өте аз болып шыққан. Себебі кеше мен влогты ұмытып кете бердім. Сол себептен дұрыс ештеңе түсірген жоқпын. Енді бүгін ертең тағы да жалғастырамын. Далада жаңбыр. Күн суық. Бүгін тағы да көшеде киім алуға шықтық. Күн сайын шыға береміз ғой. Мен қазір үйге келдім. Сіздерге не алғанымды көрсетіп жіберейін. Себебі бұл заттарды Back to School'да көрсетпеймін. Міне осындай кроссовки алдым. Ұнағаны осы болды. Және астында қазір осындай қара туфли алдым. Міне осылай. Обед ішіп алып тағы да көшеге шығып баратырық. Оне мен құжаттарым. Қазір осыларды алып, маған Каспи карта ашуға барамыз. Енді қол қою фамилияңыз болып келеді. Міне Каспи карта алдым, наконец-то жақсы болды. Ең күшті тез дайындалатын дәмді тамақ вермишель ғой. Қазір пісін. Мен қазір үйге ырғызға қайту үшін чемоданымды жиыстырып жатырмын. Почти болған сияқты барлық заттарым. Енді ертең таңертең ырғызға барамын.
Шыл қылатырғы балшық. Кеттік. Сағат 4-та. Бағана үйге кеп, шай ішіп алып, потом ұйықтап кетіппін. Сосын тұрып жатырмын. Енді қазір не істейтінін білмеймін. Үйге келсем, осындай мені күшті нәрсе күтіп тұр екен. Қазір құрастырып, барлығын көрсетем. Картошка есінде деп. Мен бойымнан да ұзын ғой. Міне мына толығымен құрастырғанда осылай көрінеді. Но вообще ұзын болып істелінеді менің бойымда. Но менің бойымен бірдей. Кәсіндерге қосып көрсетейін. Айде. Осындай бір нәрсесі бар, содан қосады. 1, 2, 3. О, прям көзді ауыртады. И осындай светтер алмасады. Көбейтіледі, азайтылады. Прям күшті. Өзінің бағасына тат дейді екен. Енді өзімді прям блогер ретінде сезініп тұрмын бар ғой. Мен қазір ғана мына тұрған лампамен видео түсіріп біттім. Ол уже каналға осы видеодан кейін шығатын шығар. Осылай бүгінгі влогымды аяқтаймын. Келесі видеоларда, влогтарда кездескенше. Пока.